Сәлем сумкаға көрсе, как учпас, мы коқтам. Мама Санара. И Краспетка, бұл жүзден мен как раз қайта ноготочкимен. И бізде, как всегда, новинка. Ал бізде осындай бомбочка. Оның ішінде не екен, мам, айтпаймыз. Микки Маус. Микки Маус бомбочка. Бомбочка. Сондайын таңдадық. Негізі басқа да бомбочкалар бар еді, но бізге осы бомбочка ұнады. Өйткені ұшы. Бұдан басқа біз бұндай Микки Маус стилінде бомбочка пайдаланып көрмегенбіз. Біздікінің көбісі шарик болатын, розовый көп сондайларын пайдаланғанбыз. Бірақ уже жоқ қой. Сіздер пайдаландыңыздар ма бомбочканы жалпы? Ішінде не бар деп ойлайсыздар? Бомбочканың ішінде не болуы мүмкін? Комментарийға жаза отырыңыздар. Өте қызықты. Біз танысып кетеміз. Фрукты бұл бізде. Дәптер. Іштерін айтып шығамыз, бұл жолы? Коты. Мысықтар. 99 ночей в лесу. Мама, анашы, папасы, әкесі, баласы. И новинка, оның ішінде екені айтпаймыз. Бомбочка дейін. Давайте тез алайық, бірінші корзина. Алдыңғы видеода естеріңізде болса, Фатима кір-кірлерін алам деп, кішкене андай қара дақтары барларды алған болатын. Бұл жолы қандайын алады екен? Қандайын таңдайды екен? Бұл жолы мен прям күшті аламын. Маған қатты ұнады осы. Да? Сосын мен осыны аламын. Мені осындай запомнить. Кажется, бізде давайте сумочка. Мен уже азақ қапты. Сумочка, үш-ақ штук қапты. Чу. Так, қандай алайын. Давайте осы қатты ұнып тұр. Вариантчик. Өзі кішкене мұжылып қалған. Так, мынаяқтан біреу ашамыз. Интересно. Алдында папасын ашпадың ба? Қайсын ашпадың сен? Папасын ашпадым. Бүгін мамасын ашпайым, баласын ашпайым, папасын ашам. Так, давайте... Біреу кішкентай, үлкен. Үлкен алайыншы, осындай үлкен. Момочкадан 2 алам точно. 2 штук. Так. Қарап алайын барлықтарына. Санамашы, пожалуйста. Жоқ, санамаймын. Мен қарайын деп отырмын, қандай күшті емес. Мынау күшті емес. Мынау кішкене күшті емес. Қалай ажыратасың? Қайсы күшті емес? Бәрі бірдей ғой? Мынау күшті емес. И мынау тоже мыналарды, өйткені бұяқта мынандай тұр. Жоқ. Бәрінде бар, осындай бәріні көмізді. Осындай алам. Осындай екелерді. Вала, осыларды алам, кеттік. Бастаймыз! Гардеробтан біз бастаймыз. Конечно, уже бітқалы ғой басқалы. Мысықтың гардеробынан бастаймыз. Ол бізде ең соңғы. Бұдан кейін ол мысықтың гардеробына қайта келмейміз біз. Мысықты қайта киіндірмейміз. Бұл ең соңғымыз. Тұрыңыз запомните. Неге мам нақта осындай? Білмеймін. Фатимаға қатты ұнағаны кенгуру стилінде болады. Мынау сол әлі тұр. Қазір нормально шықпаса, онда мен әлі кенгуруда жүремін. Сол кенгурумен қалама. А если менің мнением басқаша болса, уже сол кезде, ол кезде мен наққа келем да, басқа, например, басқасын аламды үлкейгізем. Каждый видеода солай айтып тұрам. Естеріңізге түсіріп тұрам десең. Не смотрите. Әдел, аппақ дед. Жыртпадым. Оның айдына Фатима осымен қалатын сияқты. Осындай. Мінеки, аппақ әдемі ғой. Әлі кенгуру болады балтпақамды. Келесе енді көрсетсеңіз. Кенгуру емес, анау иттің несі сияқты да? Кенгуру. Арғысын айтам, мынау ит сияқты, қараңыздаршы. Мынау ит сияқты. Жоқ, мам. Басқа бір персонаж. Иттің құлағы ғой? Жоқ, мам, бұл персонаж анандай. Бір мультиктен персонаж ол. Бірақ ұмытқаным. Қара қазір итке айналады. Хоть? Красота! Ой, әдемі ғой, аппақ. Следующего видео не будет в этом. Өйткені мен осыны қалдырам.
маған осы ұнап жатқан негізі. Жақсы болды. Қараңыздар. Осындай ит стилінде аппақ, сондай әдемі болып шықты. Енді бәрін кіргіземіз. Давай. Кигізесің бе? Конечно, енді. Сіздерге Шапаны. Я. Мынау сіздерге ұнаса, онда комментария жазып кетсіңіздер. Маған ұнамады. Маған. Сіздерге. Бірақ кенгуру қараңыздаршы, мысық қоңыр болғандықтан мысыққа әдемі келіп тұр да. Все равно енді ана ақ вообще аппақ әдемі болып тұр. А если сіздерге кенгуру ұнаса, онда репост. Ойбай, біреумен бөлісіңіздер Фатиманың видеосын онда. Я, если сіздерге бұл ұнаса. Мысықтың гардеробы қалай? Келесі видеоларда тағы да осылай гардероб А если сіздерге осы ұнаса, онда лайк басып кетіңіздер. Маған ұнамады. Лайк баспайды ғой, жынды сен видеоны ұнамады деп. Ну, маған кішкене, средний болса, бұл сіздерге кішкене ұнаса, лайк басыңыздар. Ал мынау болса, онда сіздер тағы да не бар? Поделиться басыңыздар, я. Ал сіздерге осы ұнаса, онда подписаться басасыздар. Жоқ, лайк пен подписка басасыз. Екеуін бірге. Жоқ, бұны емес. Бұған емес. Акуленок. Ал сіздерге осы акуленок ұнаса, онда лайк пен подписка басыңыздар. Хотя бы кішкене ұнаса. Ал если осы ұнаса, онда бәрін басыңыздар. Поделиться, лайк, колокольчик, подписка бәрін басыңыздар. Коммент, репост, бәрін. Ойнап кетті. Балкет к следующему уже. Ойнап отыр, рахаттан. Мә, да күшті. Қатылы солай істеуге ұнайды. Білеміз. Бәріміз білеміз, подписчиктер де біледі. Конечно, енді. Осындай красивый сумка уже. Как вы думаете, что шығады? Бір шықсыншы, пожалуйста. Бір. 4 шығады. Давай, 4 шықсын. Мен ойлаймын, что либо 1, либо 3. Мен солай ойлаймын. 1 либо 4. Мен ойлаймын, что 1, либо 3. Я түсіндік енді ашты. 1 либо 1 или 3. Бір андақ. 1 или 3, мне кажется. Мен айтым ғой, сіз білмейсіз. Сіз вообще білмейсіз. Мен вообще гениймін. Мен айттым вообще-то. Мен гениймін. Боп, енді гений, жабыстыр енді. Мені қараңыздар. Кактус. Мен алар едім бұл дәптерді. Мен алмайтын едім. Өйткені оживить етсе, онда бұл тетрадта... Ну, если бұны оживить етсе, онда вообще күшті емес болады. Неге, мамда кішкентай тоже? Блин, что-то енді размерлер чуть-чуть разница ғой. Енді Фатима. Кінәлі шығар маған. Сіз кінәләсіз. Мына тетрадь маған ұнады. Фатима сағаннан ма ұнамады? Маған ұнамады, кішкене. Маған қатырек ұнады. Пончик. Мәрті не шығады деп ойласам. Келесі видеода көресіздер. Мәрті не шығады деп ойласам. Келесі видеода көресіздер не шығатынын. Келесі видеода жіберіп алмаңыздар, өткізіп алмаңыздар. Өйткені қызықты дәптерлер шығады. Бір подписчицамыздың сұрауы. Мен 3-4 видеодан оққан шығарым. Дәптер жасаш деп. Сіздер де жаза отырыңыздар комментарийға. Не ашайық? Я әйтпесе бізде уже скоро идеялар кетіп қалады ғой. Бітіп қалады? Иә. Көмейка, сіз қалай ойлайсыз? Ол қалай? Мен ойлаймын, что бұл 3. Ладно, 3. Мен 2 деп ойлаймын. Сіз 2, а мен 3 деп айтам. Мен көрмедім, шын айтам. Айттым! Секірмедің ба та? Секірмедің? Жатағап. Ужас, нағыш. Секірдім. Қайдан біліп қойдың шекен? Ну, просто я же расставляла, а не вы. Фатима қойып шыққан ғой, содан біліп тұр екен ғой. Сосын ғой. Енді киімдерімді мұншаған шықырлатып отыр. Кіріңіздер ма? Ашыңыз енді. Осы не клубничка вообще? Мен клубничканы қатты жақсы көремін.
Спасибо, мальчик. Что хотим? Мына ортасы что-то жоқ қой. Ортасы болмайды енді. Тек шеттеріне ғана. Сіздерге бүгінгі фруктыларымыз ұнады ма? Қараңыздар. Маған бұл ұнады. Клубника, банан, мандарин. Апельсин. Мандарин. Апельсин. Мандарин. Апельсин. Жарайды. Апельсин. Өзің апельсин. Маған мынау ұнамады, мынау ұнады. О, боже. Так. И мен қайта беремін. Мына біздің бекончикіміз. Так. Осындай, короче, бекон бізде. Ол бізде осындай шаш и осындай формадағы. Давайте ашайық. Мен аяққа соқты болдым. Сүртіп отырмын. Ақ жақтан қоғамын. Короче, достар, қараңыздар, бұл 99 ночей судағы саба. Ол бірінші бізде олень, бұғы шықты. Сосын барып 99 ночей суда. Екінші бізде монстр болған, ол бізде саба. Үшінші ол бізде болған күлтист болған. Төртінші ол бізде болған, білесіздер ма, кім? Ол бізде анандай оленнің досы болған. А сосын барып вообще дракон шықты. Вот. И осындай, короче, бізде саба. Давайте. Саба саған ұнайды? Ну, не так уж, өйткені ол екінші шықты. Мне кажется, что как-то кішкене түзу емес болады. Ничего страшного, кішкене түзу болмыз. Ну, кішкене түзу емес болмады. Достар, қараңыздар. Так, бірінші бізде осындай фонарик шықты, который без ничего. Кстати, бұл ең сильный фонарик. Бұл бізде бұғы орысша олень. Соған қазақша мамам сосын айтып береді. Өйткені мен уже білмеймін. Нақты не шығады деп комментарийға жазып беріңіздер. Бомбочкалар. Мына біздің бомбочкаларымыз. Бүйтіп, мына қараңыздар. Например, мынау бізде ванна и қараңыздар. Давайте считать растик. Алма кетті домалап, күші бөй жағалап, кім алманы табады, солының шығады. Вот. Жарайды. Достар, мне кажется, что бұл жерде шығады, наверное, бұл жерде, наверное, 6 шығады или 4, білмеймін. Не шығады деп ойладыңыздар сіздер бомбочканың ішінен? Котик. Ваннада жатқан мысық. 5. Сен айтқан шықты, Да. Осындай, короче, розовенький котик. ванночкада жатыр. Да, листьялармен. Ванночкада сол бомбочканы саласыздар, сол кезде сондай розовый цвет болады. Я, еще листьялар. Типа гүл сияқты ғой. Ұнады ма саған? Мою руку туда наклейку сейчас приклеипят. Тырнақ қалып қосасың. Таңғалмаңыздар астында тырнақ жатса. Иә. Мына Тырнақтар осындай. түсе береді, потому что... Иә. Мә, қараңыздар, әдемі мысық болды, Иә. Еще ортасында. Өйткені мен қойдым ғой бәрін. Фатиманың өзінің таңдағаны ғой. Мяу, мне че что потешите. Тырнағының қасемай отыр, беті қышып жатыр. Аша салайын. Оны ашамай отырады. Жыртады ғой қазір, наклейкін жыртыстадың деші. Мам. Мынау басы қақпайды, мысықтың басын жыртыстады. Ой-май. Адам емес екенсің. Мамочки. Қазақ жынды екен. Жабыстыр енді сосын барып мен бетін жабыстырып беремін. Мынаны қараңыздар. Беті жоқ уже. Бетін лақтырып жүрген ғой. Фатима кішкене әдейі нормально ашатын жер қойдым да. Ұстап тұрып қол жұмылшық көте салады ғой бұның үшін. Адамды шошты. Мен қазір басын ровный қылып жабыстырып берейін Фатимаға. Ал мінекей мен бетін жабыстырып. Ровно сияқты, как будто Білмей қалды, иә? как будто бы жыртпадық. Иә, мұжылған сияқты болып тұр, как будто. Фатима жыртпадық емес, жыртпадым деп айтты. Мен жыртпадым вообще, достар. Әдемі болды, қараңыздар, иә?
Прям красота болды ғой. Маған Екеуі де ванночкада жатыр. Екеуінде де бомбочка, біреуінде көк бомбочка, біреуінде розовый бомбочка. еще достар қараңыздар. Бұның қолы осындай, бұның қолы кішкене бірақ Енді сонда. екеуі екі түрлі мысық емес па? Енді қолын тартшы көрейік бізде. Екі түрлі мысық емес. Қараңыздар мінекей. Красота ма? Көзін қази алмай жатыр наяқта тұрып. Красота ма, қараңыздаршы. Жаңадан ашылған екеуінің өзі қандай әдемі. Сіздерге ұнады ма? Комментарийға жазып кетіңіздер. Біз сіздер үшін осындай арнайы наклейканы өзіміз жасап, сыртын өзіміз қаптап жатырмыз. Егер сіздерге ұнаса, обязательно лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Подписчик санын көбейтсек жақсы болатын еді, иә? Я өйткені мен сүйіше өзімнің екінші каналымда хотя бы бір кнопка алмадым. А я хочу себе уже 5-ші кнопканы. 5-шісіне, 8-ші Жоқ, 5-ші. Это 5-ші не существует. Біздің үйде 4 күміс кнопка бар. Бұл 5-ші күміс кнопканы алғысы келіп жатыр. Дұрыс па? Я. Сондықтан достарыңызбен бөлісіп, Фатиманың күміс кнопка алуына көмектесіңіздер. Соны айтамын, достар. Сіздерге ұнады деген ойдамыз. Лайк басыңыз, короче, басымен көкті болды. Мамасы Анара. Мысықтар и краспетка. Пока-пока. Сау болыңыздар.